Біз бүгін бұламық жасаймыз. Оған керегі ұн, сүт, май, тары, тұз. Бірінші майды ертіп аламыз. Майымыз ерді, 2 қасық ұн саламыз. Оны қуырамыз. Қоңыр түс болу керек. Шоколадный цвет. Шоколад сияқты қоңыр болу керек. Он қуырылып жатыр. Асты жабысып қалмау керек. Астын азайтып қойыңыздар. Бұл бұламықты босанған әйелдерге береді. Баланың іші ауырмайды. Әйелге әл береді. Әйелдің іші тазарады. Баланың іші ауырмайды. Сүті көп болады бұл жеген кезде. Қаншама витамин бар ішінде. Міне сарғайды, енді сүт құямыз. Енді шамалы тұз саламыз. Ақырындап қайнатамыз. Іртігі болмау керек. Міне бұламығымыз қайнады. Енді үстіне тары саламыз. Міне бұламығымыз дайын болды. Қайнап, мінеке қойыланды. Ішіндегі тарысы пісті. Қаймақ сияқты болды міне, қаймақ. Қандай тамаша. Қоп қойып, қаймақ сияқты болды мінеке. Бұламық дайын мінеке. Тарының иісі шықты. Қоп қойып болды мінеке. Осылай ішеді. Осылай бір кесе келін ішіп алса, сүті де болады, өзіне дәл болады, баланың іші ауырмайды, өте жақсы. Қандай күшті болды мінеке. Осылай істеңіздер, келіндеріңізге беріңіздер, жас босанған келіндеріңізге беріңіздер. Өте пайдалы мінеке. Бісміллә. Ал енді көрейік дәмін. Ойбай, мынау уыз ғой. Уыз сияқты. Баяғыда сиыр бұзаулағанда осылай уыз істейтінбіз. Керемет. Мынау уыз. Ой ғажап. Ай, мынаны істеп ішу керек екен өзімізге де. Тамаша, түгі де жоқ. Кішкене ұнды шаясың майменен. Сосын үстіне сүт құйып, жаңа ұнды майменен қуырып аласың, қоңырлатып, мінеке светі қоңырланды. Сосын үстіне сүт құясың да, тарын жуып тары саласың, бітті. Мұнан бір кесесін ішіп алсаң, кешке дейін тоқ жүресің. Мынау бұламығымыз керемет болып шықты. Ой, айналайын, қазағым білмейтінің жоқ қой. Керемет болған, енді айтуға сөзім жоқ менің. Істеп ішіңіздер, сосын айтасыздар. Ой, әжем айтып еді рас екен деп. Енді керемет, мен мұнаны керемет деп таңғалып отырмын, өзім таңғалып отырмын. Кішкене қант салсаңыз да болады, бал салуға да болады. Балаларға берсеңіздер, білмеймін енді не деп айтатын о балалардың. Йогурт десем ыстық. Керемет, керемет. Мен өзім таңғалып отырмын. Осылай істеңіздер.